үйбай шап. Шап! Мау, шап! Сәлем достар, бүгін сіздермен Ера, ал бүгін біз Five Nights at Freddy's деген ойнайтын боламыз. Ал оны кеттік. Міне біз уже Nights at Freddy's деген ойынның уже екіншіне кеттік. Ендеше бастайық. Шықтық, бізге звондап отыр анау фонгай. Бізге сөйлескісі келіп тұр. Сәлем. Егер сіз бұны тыңдап жатсаңыз, сіз бұны істедіңіз. Екіншіден, сізді құттықтаймын. Бұл жолы мен көп сөйлемеймін. Өйткені Фредди және оның достары апта сайын белсендірек болады. Мен сөйлесіп тұрғанда камералар тексеріп көр. Бәрі орында ма? Бір қызы Фреддидің өзі жеңгейден түспейді. Менің оның қараңғыда белсендірек болатынын естідім. Сондықтан, бұл батареяның үнемдеуін тағы да бір себебі деп ойлаймын. Солай емес пе? Мен сондай-ақ есік жарық түймелерін пайдаланудың маңыздылығын атап өткім келеді. Камералардың көру аймағында жарықтандырылған бөліктер және есіктің артында жарықтануы бар. Сондықтан камераларды біреуді таба алмасаңыз, есіктің сыртындағы шамды қосыңыз. Іске әрекет ету үшін бірнеше секунд қана болады. Әрине, сізге қауіп төніп тұрған жоқ. Айтпақшы, анда-санда қарақшылар шығанағындағы перделерді тексеріңіз. Ондағы кепкенің ерекшелігі ұзақ уақыт бойы қаралмай қалса белсендірек болады. Менің ойымша ол өзіне қарамағанды жақсы көрмейді. Но бәрібір де сенде бәрі жақсы деп ойлаймын. Келесі кездескенше. Бізге айтып кетті, что бүгін болса аниматрониктер тезірек қозғалады деп ше. Өйткені уже бірінші сағат енді басталса да, уже Бонни мен Чика уже қашып кетті өз орнынан ше. Ал Фредди болса өз орнында тұрады. Ол примерно бір сағат 5-те қозғалады. И және айтып кетті, что бізде мына жерде Фокси бар. Фоксиге қарап тұру керек деді. Мен алдында видео айтқан сияқты, сол Фоксиге қарау керек деді. Ну, сол бәрін сондайды айтты. Сосын не айтты, біздің светтер туралы айтты. Бізде светті қосу керек, сол өзі көре аласың деп. Өйткені камераларын өте қатты көрінбейді деп, екі офистің жанында, екі жерші. Ойбай, уже ұзақ кетті. Ё-майо. Чика екен. Ойбай, шап. Шап! Мау, шап! Мына екі кнопкада істемеді. Бітті. Бонни шек мал сындап кетті сон. Біз камераны аштым, ал келеді Бонни. Міне тұрген ол кексік. Кекс. Ол чикан кексі ба. Кетіп қалдым. Кеттесің, кетіп қалдым. Негізі осы төртеуін ғана қарау керек, басқа орында қарау керек жоқ. Өйткені басқа орында ешкім шықпайды. Осыны қарау керек, осы Фокси тұратын жерде. Если экономить ету керек болса, вообще сол Фоксиді ғана қарау керек. Басқа ешкімді қарамай қойсаң да болады. Мен просто жай қарап отырмын. Өйткені екінші күн нормально. Өте қатты эконом керек жоқ. Бірінші күнде вообще экономить етпей қойсаң да болады. Өйткені вообще ешкім келмейді, өте қатты. Сөз жоқ. Енді қозғалды Чика деген. Бізде 2 сағат болды. 68%. Ну, жетеді. 1 сағатта бір примерно 15% кетіп отыр. 15% қоям. Ну, примерно сондай ғой. 15% кетіп отыр 1 сағатта.
Тұр әлі. Ана жерде көрсетіп тұрған. Әлі тұр. Кетей. Кет жоға. Бекер энергияны кетіргізіп. Қояндап тұра бермеу керек. 3 сағат болды. Мынау ешектің кесінен біздің зарядкамыз кетіп жатыр. Кетіп қалды. Ешекпіз. Так, Фокси әлі шыққан жоқ. Ол жақсы, керемет, күшті, айбат. Секесеші. Оның алдында есік жау болсақ, ол есікті ұрады да біздің энергиямызды тауып алады. Примерно бізде 52 болып тұрса, сол 42 қылып тастайды ғой. Фокси ойбай қайдан шықты. Фокси ғой. Өлең айтып отқан. Мал келе бермеші. Сені ешкім шақырып отқан жоқ. Жету керек, негізі 15%-тен болса. Жету керек, негізі бар ғой. Мал. Ешек сенгестен зәртін кетіп отыр. Үш ар жақтан чика келу керек. Ё-майо. Болады. Проценттерім. 20%. Оны. Кет деген кету керек қойсты адам ұсып. Сан айтты кет деп адам ұсып. Сен болсың мал ұсып тұрсын. Мал келеден. О, чика-чика. Кетші. Енді саған құртатын нем жоқ. Ой, шақпас. Екі жақтан келіп отыр. Фокси шықпады сата. Кет енді. Сен де кет. Яқ тұр болым. Мал 6% қалды уже 5 сағат. Малдар ма? Что же? Кетші. Фредди кетті ма? Фредди тұр әлі. Мал кетті. Ура! Су! Наконец-то 6 сағат болды. Ебой, бобой, 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 ебой, бобой, ебой, бобой, ебой, бобой, ебой. Так, келесі күн. Келесі күн деп па? Келесі түн. Тағы зында отыр анау. Сәлеметсіз бе? Сен тамаша істеп жатсың. Көптеген адамдар ұзаққа бармады. Білесіз бе, менің айтайын деген олар басқа жерлерге көшуі бейім болған. Мен оларды өлді де айтпаймын. Бұл мен айтқам келген емес. Қалай болғанда мен көп уақытта алғаным жөн. Бүгін күн түнде олар шынымен басталады. Тыңда. Мен бір ой бар. Егер сіз ұсталып қалсаңыз және Фреддидің костюмын кигіңіз келмесе ше, өлі болып көрініп көріңіз. Сен білесің бе, сонда олар сені бос костюмде ойлауы мүмкін. Тағы да егер олар сізді бос костюмде ойласа, олар тырысуы мүмкін. Болат жақтауды итеріңіз. Мен бұл қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Ренжімеңіз. Ұсталмағаныңыз жөн. Мен жақсы. Мен сені олармен қалдырамын. Басқа жақта кездескенше. Твой кім бар ғой, ішінен Фонгай. Фонгай айтады, айтады да қойым. Естіңіздер ғой. Біз типа өтірік өліп қалғандай болсын дейді. Соның ішіне алып біздің жай пустой киім деп ойлады. Аниматрониктіңше. Сол кезде сенің ішіне металлический заттар бар ғой, соны салады дейді да. Сонда сені металлический заттың салған орнына саған металлический салған жақсырақ деп ойлады. Негізі ол отсылка кәдімгідей. Өйткені ол 5-ші частта біз бір персонажмен ойнаймыз. Мен потом айтып беремін өзім ойнаған кезде. Соның ішіне сондай металлический зат кіріп кетеді. Өзі кіріп кетеді. Ана тау уже ұйықтап отқан кезде. Золотой Фредди дейді. Мынандай Фреддидің, қоп-қоңыр Фреддидің, аюдың золотой түстісі болып қалуы мүмкін. Ол болса сөйтіп шықса, потом біз камераны түсірген кезде ол мына жерде тұрады. Сосын біз камераны вообще ашып болу керекпіз. Болмайды камераны ашуға. Камераны ашсаң сені жеп қояды. Сені тістеп, жеп, өлтіріп, шын шығарып тастайды, короче. Бүгін енді қиынырақ болады күн. Түн. Мал келді. Кетар. Кетей. Шек, Фредди ма? Да ну, Фредди кетіп қалды. Ема, біттің.
Biz bittік. Biz bittік. Еще ана фонға ешек бас бізді өліп қалады деп ойлайды. Ал чорт. Ол өз өлейін деп тұр ғой. Ема. Фредди қайда жүр? А, Фредди әне тұр екен. Мал ана яқтан екі жақты. Жүнсі ма? Малдар ма? Налар екі жақтан кеп отыр маған. Екі жақтан. Мен зарядым аз қалды. 3 сағат. Бізге әлі 3 сағат отыру керек қой. 50% те қалды ғой. 50% кетеді ғой кәдімгідей. Кетші. Бекерге зарядканы кетірмей. Соншама отыратын болсаң төлеп бер маған. Сол зарядканы. Ну, еще мына жақта Фокси келеді. Бірақ қой керек екен Фредди қозғалды. Фредди қозғалса камераға қарап тұру керек. Значит, Фокси сияқты. Әйтпесе ол тоже атаковать етеді. Шықпайды, бер жаққа терезеден қарап ол. Типа қалайсың дейді ше. Мыналар сияқты. Ол сразу атака жасайды. Өзен күтіп отпайды. Беттің ғой. 2 минут ету керек еді басынан. Ешек басын тұратынын қайдан білейін. Жарты сағат. 20% қалды. 4 сағат 20%. Аз 2 сағат тұру керек әрі бізге. Ешек 30% кетіріп соды ғой 1 сағатта. Аз қару керек вообще. Эконом деген вообще мощный эконом болу бізде. Әйтпесе бітті. Жаман эконом жасау керек. 5 секундтан қарау керек қонағар. Кішкене. Айтақ Фредди қайда? Фредди ма? Көрген жоқпын короче. 5 сағат болды, ол 1 сағат қалды. Бұл нормально. Енді 1 сағатта 15% кетірсем нормально болады. Хотя 15%. Онда қазір 12%. Енді чуть-чуть аржағында 1-2% қой. Штейт жар, я. Десең. Біреу келетір. Потихоньку біреу келетір. Так, Бонни келетір. Бонни ешек бас кетіп жоғал. Тағы да тұрайын сен бетіңе қарап жауып есікті. Ма. Сен ғой кетірген дәріткім бәрін. Сен орнына Брэд Фокси келе саған жасырақ. 10% алды сенен қарағанда. Сен бұсын бақанды 30% алып кеттің. Бітті. Ё-моё. Бонни самый ең жаман аниматроник екен брош. Бонниді жеп көрем. Маған ұнайтыны ол Фредди. Жоқ, маған ұнайтын Золотой Фредди. Золотой Фредди историясы күшті. Ол Фредди ма? 4 аниматроник негізі. Историясы өте күшті емес. Бітірдік, наконец-то! 6-шы күнде бітірдік. 6-шы күнде ба? 3-шы күнде. Түн, ё-моё, 4-шы түн. Мен қазір ойнаймын, уже аяқтаймын. Аяқтау керек. Болмайды етпес. Ондайса біз уже бітірдік, 2 түн өттік. Егер сіздерге бұл видео өте қатты ұнаса, менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал сізбен болған мен Нера. Қош сау болыңыздар.